Достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде ине жіптердің организациясы. Ол үшін мен осындай пластикалық 2 қабатты контейнер алдым. Менде барлығы бөлек-бөлек жеке полиэтилен пакеттерде жатқандықтан барлығын осындай орын аз алатын контейнер іздеп таптым. Осыған қазір салатын боламыз. Бір бөлігіне осындай ұсақ түйектерді саламын, екінші бөлігіне жіптерді саламын. Бұл жерге осындай кішірек жіптер ғана сияды, үлкен жіптерді басқа жерде сақтайтын боламын. Бұл контейнер өте ыңғайсыз, үлкен орнын алады, барлығы бірге шатасып кететіндіктен осылай жеке салу үшін осындай бөлек контейнер іздедім. Мына барлығы шимайланып, барлығы шатасып қалған. Осындай түйме, ұсақ түйектердің барлығын екінші бөлігіне саламын. Одан кейін менде тігін машинамның мына астыңғы жағындағы осындай кармашкасы бар. Ол жерде де бірталай зат жиналып қалыпты. Барлығы осылай бөлек-бөлек салып жатырмын. Тігін машинасының лапкалары, осындай кішірек жіптер, барлығын осылай салып бір ыдысқа ыңғайластырып жатырмын. Ой, қанша ішінде ручкалар, қағаздар, керек жоқ заттардың барлығы жиналып қалыпты. Этикеткалар, барлығын лақтыру керек. Мына распаривательді барлық жерден іздеп таппай жүргем. Осы жерден табылды. Енді барлығы көрініп ыңғайлы болып тұрады. Мінекей қандай жинақы күшті болды. Мынау контейнердің бір жақсы прозрачный екен, барлығы іздеген затында көре аласың. Мынандай лапкаларды алып қойғанымды да ұмытып қалыппын. Мынандай запаскасы, мынандай ұсақ түйек заттарды осы жерде жинап қоямын. Мінекей барлығы енді орын-орнында тұрды. Осылай 2 қабатты пластикалық контейнер. Қазір үйдегі заттарымды барлығын осылай орын-орнына қойып, организациямен айналысып жатырмын. Міне қандай керемет болды. Сіздер де үйлеріңізде осылай жақсылап орналастырып алыңыздар. Сәттілік. Егер сіздерге видео ұнаса, маған лайк басып, подписаться етіңіздер.